Сәлем достар, қыз-келіншектер, оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін менде тақырып қынаптық бөлінділер туралы. Қынаптық бөлінділер қалыптыда қалай болу керек? Жалпы ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдерде, қыз-келіншектерде қынаптық бөлінділердің болуы ол қалыпты. Өйткені қынапта железа бар, яғни бездер деп айтады қазақша. Солар железалар өздерінің үнемі секреттерін бөліп отырады. Яғни ол қынаптық бөлінділер деп аталады. Ол қынаптық бөлінділер қалыптыда болады. Қалыптыда ол бөлінділер қандай болуы керек? Бірінші, ол қынаптық бөлінділер 1-4 миллилитрге дейін болу керек күніне. Және оның түссіз болуы мүмкін, немесе түсі ақ болуы мүмкін. Және ешқандай иісі болмауы керек. Бірақ слегка, яғни азғантай кисловатый, немножко иісі болуы мүмкін, запаха, и чуть-чуть желтоватый. Это тоже нормально. Қалыпты деп саналады. Одан кейін бізде қынаптық бөлінділердің көлемі және құрамы өзгеру мүмкін. Қай кезде? Яғни, сіз дұрыс тамақтанбасаңыз, немесе диета ұстап жүрген болсаңыз, оның характері өзгеруі мүмкін. Спортпен айналысып жүрсеңіз, немесе стресс болса, күйзеліс кезінде, немесе сіз какой-то препараттар, комбинированный оральный контрацептив, сондайлар ішіп жүрген болсаңыз, немесе сексуалдық активтілігіңізге байланысты өзгеру мүмкін характері және количествосы өзгеру мүмкін. Біз қай кезде қалыпты емес деп айтамыз, яғни норма емес. Егерде сол выделение бөлінділерге қышу, ашу, боль, ауру сезімі қосылатын болса, және жыныс органдарыңыздың аралығы қызарып кететін болса, ісініп кететін болса, бұл кезде қалыпты емес. Яғни сіз ол кезде гинекологқа баруыңыз керек. Мазокнафлору немесе фемофлор скрин тапсыруыңыз керек. Егерде тоже не только сол зуд, жжениеден басқа, боль тоже қосылатын болса, ол тоже ненормально. Енді сол выделениенің, яғни бөлінділердің характері тағы қай кезде өзгеру мүмкін? Ол гетеккір циклының ортасында, яғни овуляция алдында, ол жұмыртқаның ағы сияқты липкий болады. Сондай болып өзгеру мүмкін. Және менструация алдында, келердің алдында коричневый выделение болуы мүмкін. Одан кейін тағы қай кезде өзгереді? Жүктілік кезінде влагалищный выделениялар тоже өзгереді. Потому что ол кезде жүкті әйелдердің иммунитеті төмен болады, характері өзгереді. Если различные инфекциялар қосылатын болса, тоже зуд, жжение, гиперемия, отечность болуы мүмкін. Сонымен қатар қынаптық бөлінділермен қоса жыныс органдарында қышу, ашу сезімдері не только инфекциядан болады деп айта алмаймыз, оны жергілікті местный аллергия болуы да мүмкін. Мысалы, сіз қолданып жүрген прокладкаларыңыз, сабындарыңыз, немесе интимный гельдеріңіз қолданып жүрген, немесе қолданатын латексный презервативтерге, спермаға сонымен қатар сондай аллергия болуы мүмкін. Одан кейін местное механическое раздражение, ол сіз депиляция жасайсыз, қырнасыз да, мысалы, солардан да тоже зуд, аллергия болуы мүмкін. Сол үшін сіздер нақты удостовериться ету үшін гинекологқа барып тексеріліңіздер. Мен сіздерге тек қай кезде қалыпты, қай кезде қалыпты емес екендігі туралы айттым. Солай қыз-келіншектер, если менің постым сіздерге пайдалы болса, мені бағалап кетіңіздер, қыздар. Көп қыз-келіншектер осыны көрсін видеоны. Пока всем!